Әсем мен Дәурен университетте бірге оқыды. Екеуі сөз байласып, оқуларын бітіріп отау құрды. 2 балалары бар. Әсем тұрмысқа шыққан соң, балаларын босанып үйде отырды. Қу тіршіліктің қамы ғой. Жалғыз күйеуінің жалақысы еш жететін емес. Жалдамалы пәтер, азық-түлік, оның үстіне бірнеше кредиттері бар. Дәурен Әсемге балаларды балабақшаға беріп, жұмысқа шықпасаң болмас деді. Өзі де күні бойы күйбең тіршілікпен жүретін Әсем, күйеу жұмысқа шық дегенде қатты қуанды. Әсем көп ұзамай өз мамандығы бойынша бір беделді фирмаға жұмысқа тұрып алды. Бірақ тәжірибесі болмағандықтан қатардағы жай жұмыскер болды. 8 наурыз мейрамына орай офиста әйелдерге арналған мереке болды. Дастархан жайылып, әйелдерге сыйлық таратылды. Бұл мерекеге осы фирманың генеральный директоры өзі қатысып, қыз-келіншектерді мерекелерімен құттықтап, сыйлықтарын табыстады. Әсем үйге қайтпақшы болып, бірінші қабаттағы киім ілгішке келді. Киімін алып, асығыс бұрыла бергені сол еді, бір еркектің төсіне келіп соғылды. Ерніндегі помадасы әлгі ер адамның ақ көйлегіне қып-қызыл болып жағылып қалды. Кешіріңіз, деп басын көтеріп қарап еді. Алдында фирманың генеральный директоры Асхат Маратұлы тұр екен. Әсем сасқанынан оның көйлегіне жығылған помада іздерін кешіріңіз, деп саусақтарымен сүрте бастады. Фирманың бастығы Әсемге жымия қарап, ештеңе етпейді деп сыпайылық танытты. Әсем далаға шығып кетті. Бірақ бос такси болмағандықтан көп тұрып қалды. Осы кезде офистан фирманың бастығы да шықты. Ол жалғыз тұрған Әсемге басынан төмен көз сала қарап, жүріңіз, мен сізді үйіңізге дейін жеткізіп салайын, деді. Жоқ, рахмет, деп Әсем жымия күлді. Сол кезде фирманың бастығы, мен кісі жемеймін, көлікке отырыңыз, деді. Автобустар баяғыда тоқтап қалған, және де таксиде жоқ. Әсем еріксіз бастықтың қымбат джипына келіп отырды. Әсем өте сымбатты келіншек. 2 бала туса да, бойында бір міні жоқ талдырмаштай белі қиылып тұр. Есімің кім болады? Менің фирмамда жұмыс істегеніңе көп болды ма? Есімім Әсем. Жұмысқа тақауда орналастым. Мына жерде бір жақсы мейрамхана бар. Қалай қарайсың? Барып отырсақ. Асхат Маратұлы, рахмет. Мен үйде күйеуім 2 балам тосып отыр. Бастық таңғалып, кешір, мен сені тұрмыс құрмаған екен деп қалдым. Бастық жуып шайып, ыңғайсызданып қалған сияқты болды. Әсемді үйіне жеткізіп салды. Ертесі Әсем жұмыста отырған еді. Өзін Асхат Маратұлы шақырып жатыр деген соң қатты таңғалып қалды. Ол кісі мені не үшін шақырып жатыр екен? Әсем бөгілмей бастықтың кабинетіне кірді. Сәлеметсіз бе? Әсем, қалайсыз? Отырыңыз. Бастық кең иықты, ұзын бойлы сымбатты еркек. деп тамағын бір кернеп. Әсем, сен бөлім басшысы болғың келе ме? Әрине болғым келеді, бірақ мен тәжірибем жоқ қой. Ештеңе етпейді, тез үйреніп кетесің. Сен сол орынға лайықсың, бірақ бұл қызметтің өзіндік талаптары бар. Сіз соған дайынсыз ба? Әсем бұны жұмысқа қатысты айтып отыр екен деп ойлап, өзінің келіскенін айтты. Онда бара беріңіз, деп қоштасты. Жұмыс соңына қарай бастық тағы шақырды. Бұйрықты көрсетіп, енді тек өзімнің қол қоюым ғана қалды. Өткенде осы қызметтің талабына келсемін деп едіңіз. Ойында ештеңе жоқ Әсем. Қандай талабы болса да дайынмын, деді. Онда өте жақсы. Бүгін жұмыстан соң қызметіңді жуамыз. Сосын екеуміз бірге боламыз. Бұл сөзді естіген Әсем қатты есеңгіреп қалды. Не болғанын түсінбей,
мелшиіп отырып қалды. Не, бөлім бастығы болғың келмей қалды ма? Әсем не айтарын білмей, абдырып отыр. Қатты ызасы келді. Бастықтың қолындағы бұйрықты жыртып бетіне лақтырғысы келді. Бір жағынан жоғары лауазымды қызметтен айрылғысы келмеді. Басқа мұндай мүмкіншілік бола қоймас деген арам ойда ой елегінен сырғып өтті. Бұны сезгендей бастық Әсемге: басқа мұндай мүмкіншілік болмайды. Егер көнсен, жоғарыға қарай баспалдағы ашық, деді. Әсемді мансап пен басшылық қызметке деген ұмтылыс жеңіп, өзінің келісімін білдірді. Бастық кешке мейрамханада күтетінін айтып шығарып салды. Әсемнің кеудесін бір жағынан қуаныш, бір жағынан өкініш кернеп үйіне келді. Күйеуі үйінде жоқ екен. Оған қоңырау шалып, қызметтес қыздармен жаңа жұмысын жууға мейрамханаға баратынын айтып, кеш келетінін ескертті. Осылайша Әсем күйеуін алдап бастықпен кездесуге барды. Олар мейрамханада ұзақ отырмады. Ол жерден шығып қонақ үйге келді. Түн жарымы ауғанша қонақ үйде өзге еркектің қойнынан бір-ақ шықты. Бастық бұйрыққа қол қойды. Сөйтіп Әсем бөлім бастығы болды. Бірақ оның бағасы Әсемнің өліміне апаратынын кім білген. Бас кезінде күйеуінің көзіне шөп салғанына қатты қысылып, қиналып өзін кінәлап жүрді. Уақыт өте қымбат сыйлықтардан бас айналып, Әсем тіпті еркінсіп кетті. Жұмыстан үйге жиі кеш келетінді шығарды. Ылғи үйге қымбат сыйлықтар әкеліп, жүргенін көрген күйеуі себебін сұрады. Әсем беті бүлк етпей: енді мен бөлім бастығы болғандықтан маған осылай қызметкерлерім сыйлық жасайды, деп масаттанды. Бірақ күйеуі бұған сенбей, әйелінің өзінің көзіне шөп салып жүргенін сезді. Кейінгі кезде Әсем Дәурен мен төсек қатынасында салқындық танытып жүр. Дәурен өз-өзін сабырға шақырды. Мүмкін мен әйелімнен босқа күмәнданып жүрген болармын. Бірінші анығына көз жеткізейін, деді. Дәурен әйелін аңдуға кірісті. Әйелі жұмыстан қайтатын уақытта жұмысының жанында көлігін алысырақ тасалап тосып отырды. Әсем жұмыстан шығып, қымбат көлікке отырды. Көлік орнынан қозғалып жүре берді. Дәурен де артынан ілесіп келеді. Әйелі мінген қымбат көлік бір қонақ үйдің алдына келіп тоқтады. Ішінен ұзын бойлы денелі еркекпен әйелі Әсем түсті. Әсем әлгі еркектің құшағына кіріп, еркелеп қояды. Еркек болса, Әсемнің құйрығынан қысып сипалап барады. Бұл көріністі көрген Дәурен өз көзіне өзі сенбеді. Көзінен ыстық жас ыршып түсті. Көз алды қарауытып, жүрегі шаншып қоя берді. Қол аяғы дірілдеп, ызадан қаны қарайып, үйіне келді. Әлгінде екі баласын: қазір келемін, сендер отыра тұрыңдар, деп сыртынан бекітіп кеткен болатын. Балалары тәтті ұйқы құшағында ұйықтап жатыр. Дәурен екі ұлын маңдайынан сүйіп, бөлменің есігін жауып, асханаға беттеді. Ызадан өз-өзіне келе алар емес. Асханада әрі-бері теңселіп, шылымды бірінен кейін бірін шегіп лақтыра берді. Сағат түнгі 1 шамасы. Кіреберіс есік тықырлағандай болды. Дәурен сыртқы есікті ашып қалып еді. Үйдің есігін ашып кірмекші болып тұрған Әсем Дәуреннің суық түрін көріп қатты қорқып кетті. Ол қорыққанын білдірмей: әлі жатпағансың ба? деп тіл қатты. Осы кезде Дәурен Әсемді жағасынан ұстап алып, үйге сүйреп кіргізіп еденге бір-ақ лақтырды. Әсем не айтып ақталарын білмеді. Мен саған сеніп жүрсем, сен жұмыста жезөкше болып жүр екенсің ғой, деп ызадан жарылған Дәурен Әсемді жағынан бір-ақ салды. Қатты соққыдан Әсем қамбақтай ұшып жерге мұрттай ұшты.
Әсем жалынышты үнмен жылап: «Дәурен, кешірші, мені кешірші деп қайталай берді. Осы кезде шырт ұйқыдан шошып оянған балалары бажылдап, жылап бөлмелерінен шықты. Дәурен әрі қарай не істеп жатқанын өзі білмеді. Көзі қарауытып, құлағы шыңылдап кетті. Есеңгіреген Дәурен асхана пышағын алып, Әсемге пышақты бір-ақ тықты. Үйдің бәрі қан жуса болды. Дәурен балаларының шошынып, қатты жылаған дауыстарын да естімеді. Тек пышақты Әсемдің денесіне сұққылай берді. Қатты шуды естіген көршілер полиция шақырды. Жедел полиция тобы келді. Үйге кірген полиция қызметкерлерінің өзі болған жағдайға абдырып қалды. Жерде қанға бөгіп, жансыз әйел денесі жатыр. Қасында үсті басы қанға малынған еркек темекі шегіп отыр. Ең сорақысы, екі кішкентай бала тізелерінің құшақтап теңселіп, есеңгіреп қалыпты. Әсемді жер қойнына тапсырды. Дәурен 15 жылға сотталды. Ал екі бала болса, кекештеніп, тілдері күрмеліп, сөйлей алмай, естерінен адасқан екен. Осылайша айранда үйіп отырған бір отбасының бір күнде быт-шыты шығып, ешбір бақытты нышаны қалмай күйреді.